Бәріне сәлем достар. Бүгін біз Стамбулдағы үйімізді көрсететін боламыз. Толық рум-тур. Мынау сырты қараңыздар. Осындай 4 этажды үлкен үй. Осындай бізде көше район, Фарид универінің қасында, судың жағасының қасында. Ең бастысы, мен просто андай қалағам, резиденция қалағам. Ол жақта бассейн бар, спортзал бар, бірақ бұл жерде де бассейн жоқ болса да спортзал жақын. Бірақ ең бастысы универге жақын болды, иә? Біз сол үшін осы үйді таңдадық. Бірнеше бізде варианттар болды, бірақ маған ең қолайлы вариант осы болып тұр, себебі 2 минут жаяу жүру, және универге жетіп тұрмын. Ал Дарханға онаға резиденцияны таңдаған кезде мен таксимен бару керек болатын болып қалып. Біз оны сатып аламыз, сосын бөлек блок жасаймын. Қараңыздар, мынау көшеде мынандай үйлер, мынау біздікі жаңа үй. Нағыз турецкий үй ғой. Біз қазір бірінші қабатқа шығамыз. Біздің үй бірінші қабатта, негізі екінші қабаттан тіпті біз төртінші қабаттан алғымыз келді. Бірақ өкінішке орай түріктердің кішкене бір сондай қасиеті бар екен. Бір сөзде тұрмайды, кейбіреулері. Соны айтуға болады деп ойлаймын. Риэлторлар, особенно риэлторлар, оларға сенуге болмайды. Еще 50% ақшасын сұрады, бірақ біз бұларды білмейміз, өзіміз Қазақстандамыз. 50% беріп, еще жаңа мошенниктер көп қой бұл жақта. Алдам қаламыз деп ойладық біз. Сөйтіп келген кезде біз уже беріп қойдық дейді. Бірінші этажда алуға тура кетті. Бір жағы қолайлы, себебі лифт жоқ, и баламен тұрғаннан кейін осылай. Кішкене подъездерін жинамайды. Бисмиллах деп, қазір үйге кіреміз. Алға жүргенде бізде сразу кухня. Киімімізді шешеміз. Мына жерде бізде кухня, кішігірім. Бұл жақта барлығы газбен. Мына жақта бізде балкон. Мына жерде уже жаңағыдай. Маған осындай ұнайды. Залға өткен кезде сразу осылай тамақты берген кезде. Бұл жерде завтрак жасайды. Мына жақта біз осы жерде енді уже Фари сабағын жасайды, Дара ойнайды. Бұл жерде зал. Маған бізге осы бөлме өте қатты ұнайды. Толық барлық дивандармен, барлық мебельмен, арендаға берілді. Біз ойлағанбыз, барлық үйлер жиһаздалған деп, оказывается, кей үйлер бар екен, арендаға беріледі, жиһазсыз. Себебі Нью-Йоркта ешқандай үй жиһазбен берілмейді. Сен өзің сатып алу керек боласың, осындай керемет көрініспен, қараңыздаршы. Біз неге биігірек қабатты қаладық, өйткені мына үйлердің крышалары көрінбеу үшін. Бұл ресторан. Бұл ресторан. Бірақ сонда да керемет көрініс деп ойлаймын. Таза ауа, күшті бір. Мына жерде особенно маған сабақ оқуға шабыт беретін көрініс. Былай отырасың, мына жақта сабақ оқып, кітаптарымды оқимын да, мына әдемі көрініске қарап, әдемі таза ауа кеп тұрады да. Осылай гүлмен вазаға маған қатты ұнайды. Гүлдерімізді жаңалап тұруға тырысамыз. Көңілге сыйлайды оның барлық атмосфера. Осы жақта Фаридың жұмыс істейтін жері. Ана жерде көріп тұрсаңыз, адамдар отыр ғой, сол жерде Фари сабағын оқиды. Мына жақта мен өзім жұмысым жасаймын. Камераларым, аппаратурам бәрі бар. Мына жақта Дара өзінің ойыншықтарымен ойнайды. Қазір мультик қосып қойдық, өйткені бізге кедергі жасайды. А так мультик негізі бермейміз. Ой, көріп қойдық камераны. Қозғалмай қарап отыр, қараңыз. Дара. Сағатын қара, сағатын. Сағатын қара, тағып алған ғой сағатын. Сағатын тағып алған. Яғни камераға жапса. Техниканы мен сияқты жақсы көреді. Дай дейді. Мына жақта Дараның ойыншықтары. Кітаптары. Анау кукласына қарайды, маймылына тамағын береді. Все, дальше кеттік онда. Зал болды, мына кіреберіс жер. Мынау біздің коридор. Бірнеше бөлме. Бізге қолайлы болғандығы тағы бір, әр адамда өзінің жеке бөлмесі болғандығы. Бұл нянямыздың бөлмесі. Ары қарай бізде мына жақта Дарханның ассистентінің бөлмесі бар. Ерек көш тұрады біздің. Қазір что-то бәрі қыш
бір адам ғой негізі, екі адам. Екі адамдық кровать. Жұмыс жасайды ол да. В общем, Бәрімізге комфорт жасалған ғой. в общем, біздің нянямыз Дара қарайды. Няня болғанда ол уже педагог қой. Сөйлеуді үйретеді. Развивашка. Менде өзім жұмыстарым бар, онлайн жұмыстарым, ояна сала соған кірісіп кетемін, телефон кіріп кетемін, былай айтқан ноутбукпен. Жаңағы продукт алып береді, ұрлақтырады, анау мынау, мен Қазақстандағы жұмыстарымды жасап береді. Вот. И келесі бөлме бізде тағы бір бөлме, бұл қонақтар келген кезде осы жақта қонатын бөлме. Мына жақта пока бізде кішігірім склад, менің аппаратурам, съемкаға қажетіміздің. Бірақ бұл бөлмені бос болғаннан кейін мен өзімнің жеке офисім қылғым келіп тұр. Себебі залда мен сабақ оқиын десем Дара қасыма келе береді. Былайша айтқан кезде фокусты қоя алмай қаламын да сабаққа, кітап оқуға деген сияқты. Сол үшін мына жаққа Дарханға айтып жатыр, маған үлкенірек бір стол мен офис қылып беріңізші деп сұрап жатырмын. Мына жақта бізде жаңағы біз кірген жер, терезе жақсы ашылады. И қонақтар келген кезде осы жақта жата береді. Бір бос бөлме. Несі бар, кровати бар, уже кішкентай балаларына бұл бізде кішігірім мынандай склад болып отыр. В общем, керек бөлме болды бізге, қонақтарымызға және өзімізге. Келесі бөлме бұл біздікі. Біз жиі шықпайтын бөлме. Біздің жатын бөлмеміз. Мына жақта менің косметикаларым тұратын, және жалпы маған ұнайды осы жер. Бір уютный, да? Уходым тұр мына жақта, уходымды жасаймын. Мына жерде бізде терезе жаңағы кірген жер. Кішкене енді Астанадағы үйімізден басқашарақ. Стамбулда негізі барлық үйлер осындай тар да, кішкентай және жаңағы биіктігі астыға түсіп кеткен. И біз мұндай квартира тапқанымыз өте күшті негізі. И бағасы да соған сәйкес болып тұр да. Так, дальше рум-турымыз. Келесі. Біз бұл үйді енді ең басты приоритетте менің сабағым болды ғой. Ең басты приоритет. И ремонты да жаңа. Айтпақшы бұл үйде ешкім тұрмаған. Маған сол да ұнады. Приятно да енді тұруға. Ары қарай бізде мында полкалар, менің сумкаларым, әшекейлерім, біздің шкаф, мына жақта бізде душ, оны көрсетпей қояйық. Бір жер ұнамайтын жер, я жаңағыдай қол жуатын есіксіз да. И, например, Фари ерте тұрады сабаққа. Мен дарамен ұйықтап атам мына жерде. И естіледі. Біз бөлмеден шығамыз, залға барамыз. Мына жақта қаршы бізде общий душевый туалет. Біздің Wi-Fi-иміз әлде осы үйде Wi-Fi орнатқан жоқ. Жаңа үй болған соң ұзақ орнатып жатыр. Қандай апта волокно өткізіп жатыр. Так, енді бағасы. Бұл жақта 5 бөлме, 4+1 деп аталады. Зал уже тағы бір бөлме болып саналады екен. 5 бөлмелі біз айына 1.535.000 теңгеге келістік. Бұл еще комуслуга кірмейді. Комуслугалар айына 100 мың, 130 мың шығады екен бұл жақта. Бізде 100-130 мыңға басқа қалалардың арендаға үй аласың. Бұл жақта енді 5 бөлме болғандықтан, және бұл жақта газ қолданады. Қыста особенно су бәрі газбен, в общем. Жылыту газбен, барлығы газбен. Бұндай бағаға енді 1,5 миллион, 2 миллионға 3 бөлмелі резиденстен алуға болады. Немесе осындай районнан 5 бөлмелі. Бірақ ремонт ұнайды да бізде. Жаңа ешкім тұрмаған, в общем, бізге ұнайды. Ең бастысы Фаридтің сабағына жақын болғандықтан біз осыны алдық. Үй алатын кезде өте абай болыңыздар. Стамбулға келіп. Сен де сөйлейсің ба? Обязательно келісіп алыңыздар. Бұл жақта бізде танысымыз болды, иә? Сол танысымыз бізге қатты көмектесті, үй тауып берді, жаңағыдай. Ақша сөйлесіп берді, скоро біз ВНЖ жасаймыз, жаңағыдай. Бұл жақта қазір әлі біз туристпіз ғой. Студент ретінде тіркелеміз. Үйіміз болса, кеп тұрыңыздар сен, иә? Сөйлейсің ба? Давай. Папамен YouTube бастаймыз, иә? Сөйле. Иә, сосын. Дара. Сөйлесе, сөйле. Я сам решу, наверное. Дараны бұйырса 3 жасында ағылшын садикке береміз. Ағылшынша сөйлеткіміз келеді, және арабша үйреткіміз келеді. Приоритеті міндетті түрде пока қазақша үйретіп жатырмық. Орысша сөздер жоқ бізде. Қазақшаны үйреніп алсын, ағылшын үйреніп алсын, орысшаны бүйтіп үйрене береді ғой енді. Көп тіл білген жақсы ғой негізі. Сөйтіп бұйырса Стамбулдан кейін бізде планда басқа да елдер тұр. Ол пока секретик. Фари өз сабағын аман-есен бітіріп алсын.
мен де осы жақта бір жұмыстар қарап жатырмын, ол да пока секрет, оның барлығын блогқа демлеп саламыз. Ал біздің жаңа каналымызға қош келдіңіздер. Подписка жасап, бізге лайк басыңыздар. Дара. Дейді. Да, Пока.